Міне, сәлем барлықтарыңызға. Қазір біз осындай силикон формадан жазу жазатын боламыз. Менде осындай орысша әріптер. Осындай әріптер. Мен бұның қазір букваларын ақпен жасаймын да, ал артын фонын розымен жасайтын боламын. Мен қазір Маржуа деген қыздың есімін жазамын. Кішкентай жаңа туылған бөпенің есімін жазамын. Оған мен мына основаны тек қана ағын ертемін. Осы екеу, үшеу, үш көбегім жетіп қалады ма деп тұрмын, потому что только оны ақ қазғанда кетеді. Сосын артына роза істейтін боламыз. Қазір мынаны ертіп аламын. Мен ақ сабынды ертіп алдым. Мен андушқа қосам. Осындай горная свежесть деген андушқа қосам. Асқандай болып қалды ма? Бізге бұлдай буква жазу үшін бізге осындай пипетка керек болады. Спиртпен сеугайын. Енді бұны кептіреміз. Аны кейін тағы да жасай саламыз. Осы кебу керек. Кепкеннен кейін бетіне розовый құятын боламыз. Міне, примерно бір 5-10 минутқа қалдырамыз. Примерно 5-10 минут тұрғаннан кейін міне біздің әріптеріміз кепті. Кепкен екен, біз керек емес жерлерін алып тастадық. Бетін зубочисткамен бір сырып шығамыз. Сосын спирт сеуіп, өзіміздің керекті қалаған түсімізді құя береміз. Мен қазір розовый түспен жасаймын, өйткені Маржуа деген қыздың есімін кішкентай розовыймен жасаймын. Мына жайлап құйып шығамыз. Сабынымыз қатты ыстық болмау керек, орташа температурада болу керек, жылы температурада болу керек. Қатты ыстық болса, ертіп жібереді әріптерімізді. Керек емес көпіршіктерімізді спирт сеуіп, осылай кетіріп аламыз. Енді тағы да бір 15-20 минут тұрды. Мына кепті, сабынымыз қатты. Мына осындай әдемі сабын болып қатырды. 15-20 минутқа тастап кеттік. Міне осындай Маржуа деген қыздың есімі шықты. Қазір ағына тағы да жасап аламын. Міне осындай әдемі наборчик шықты менде, композиция.